Арман Қоңырбаев пен Аша Матайға қатысты қауесеттер халық арасында әлі де толастар емес. Көпшілік жұлдызды жұптың айырылысып кеткенін болжап, желіде қызу талқы тудырды. Ерлі-зайыптылар өздеріне қатысты бұл ақпараттардың рас-өтірігін осы күнге дейін нақты ашып айтпады. Алайда Аша Матай шыдамай, ақыр соңы жолдасы екеуінің мәселесіне қатысты пікір білдіруді жөн көрген. Аша Матай күйеуі екеуінің ажырасып кеткеніне қатысты қауесеттердің қаншалықты рас екенін айтып өтті. Өнер иесі толыққанды жауап бермегенімен, бұл істің тағы да халық қызығушылығын тудыру үшін ойластырылған болуы мүмкін екенін жоққа шығармады. Өнер иесі Арман Қоңырбаев екеуінің қарым-қатынасына қатысты шындығын опмай бағдарламасына берген сұхбатында ақтарды. Ол журналист Анна Данченко бұл шулы ақпаратқа неге бір жауап бермеске деген сұрағына қысқаша интрига деп жауап қайырып, камераға көзін қысты. Сонымен қатар, өнер иесінің сөзінше, бұл олардың кезекті жаңа жоба алдындағы жарнамасы болуы да мүмкін. Бәлкім жаңа жоба болуы да мүмкін. Жаңа пәтерге көшіп кеттім. Оны қалай қол жеткізіп алғаным туралы айтпай-ақ қояйыншы. Әйел адам үшін ең бастысы үй берекесі мен тыныштығы. Мен үшін бұрыннан жанұя бірінші орында. Бүгінде ол қағидам өзгерген жоқ. Қазіргі уақытта бары көңілім мен уақытымды отбасыма арнаудамын. Балапаным қатайсын. Бір жасқа таяп қалдық. Аллаға шүкір, бәрі жақсы. Жаңа айтып өткеніміздей жаңа жоба болып қалуы мүмкін. Көрерменіміз кішкене сабырлық танытса, бәрі түсінікті болады, деді Аша Матай.